ертегілер еліне қош келдіңіздер. Бірінші сынып оқушыларының орындауында бауырсақ ертегісінің сахналық қойылымын тамашалаңыздар. Ертеде кемпір мен шал болыпты. Бірде шал бауырсақ жегісі келіп, Кемпір-ау, маған бауырсақ пісіріп берші. Неден пісірейін, атасы? Үйдеуім жоқ қой. Онда алып кел барып. Әй, кемпірім-ай, қойманың түбін қырнап көрсең, он табылып қалар. Жарайды, атасы. Қазір қойманы барып көріп келейін. Кемпірі солай істейді. Қойма түбін қырнап, екі уыс ұн табады да, қаймаққа шылап, қамыр илеп, бауырсақты майға пісіреді. Терезе алдына суытқалы қойып қояды. Жата жалыққан бауырсақ терезе алдынан үйдің іргесіне домалап түседі. Іргеден көгал үстіне домалайды. Көгалдан жылжып, жолға жетеді. Одан ары жолмен домалайды, зырлайды. Бауырсақ жолда зымырап бара жатса, қарсы алдынан қоян шыға келеді. Қоямын, менің қарным ашты. Мен де бауырсақ жегім келіп тұр. Жоқ, мені жеме, мен саған ән айтып беремін. Қоян құлағын тіреді, ал бауырсақ ән айта бастайды. Әже қойма қырнаған, екі уыс ұн жинаған, мақай сылаған, пісіріп мане сылаған, суыты тасынаған, бауырсақ бұздылаған, атадан да қаштым, әжеден де қаштым, қоян, сенен де қашам. Бауырсақ жалғыз жолмен келе жатса, алдынан қасқырлар шыға келеді. Жеймін, менің қарным аш. Жоқ, мені жеме, мен саған ән айтып беремін. Әже қойма қырнаған, екі уыс ұн жинаған, мақай сылаған, пісіріп мане сылаған, суыты тасынаған, бауырсақ бұздылаған, атадан да қаштым, әжеден де қаштым, қояннан да қаштым, қасқыр, енді сенен қашам. Қасқырдан да қашып, әнін айтып жөнеледі. Бауырсақ ән айтып, орман ішімен домалап келе жатса, алдынан аю шығады. Мен сені жеймін, менің қарным ашып тұр. Жеп қоям, бауырсақты мен де жеймін. Менің де қарным аш, бауырсақ жегім келіп тұр. Жоқ, мені жеме, мен саған ән айтып беремін. Әже қойма қырнаған, екі уыс ұн жинаған, мақай сылаған, пісіріп мане сылаған, суыты тасынаған, бауырсақ бұздылаған, атадан да қаштым, әжеден де қаштым, қояннан да қаштым, қасқырдан да қаштым, аю, енді сенен де қашам.
Сені сылаға, суыттық тасынаға, бауырсақ бозулаға, атадан да қаштым, әжеден де қаштым, қоянан да қаштым, қасқырдан да қаштым, аюдан да қаштым, түлкі сенен де қашам. Onay құтыла алмайсың. Сен біздің тапсырманы орында. Онда менің жұмбақтарымды шешіп көр. Қыста ақ, жазда сұр. Қоян! Орманда тұрады өзі бір қу. Жүрген жері айқай-шу. Ол не? Түлкі, жарайсың болса, қандай ақылдысың. Сондай сүйкімді екенсің. Бауырсақ түлкінің мақтағанын естіп, мәз болып өлеңін айта бастайды. Түлкі болса, құмарта тыңдаған жоқ, қыбырын білдірмей, бауырымен сырғып, бауырсаққа қарай жақындай береді. Жарайсың бауырсақ, мен сені жемеймін. Екеуміз дос болайық. Түлкі ештеңе істей алмай жөнін көтереді. Ал балалар бауырсақты жетектеп ата мен әжесіне алып келеді.